Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде сауат ашу сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ғарышқа сапар. Ғ дыбысы мен әрпі. Сабақ бастамас бұрын жаттық шеңберін құрамыз. Айналаға алақанмен жылулықты шашайық. Сәттілік тілеп күлімсіреп біз сабақты бастайық. Бала, бүгін біз Ғ әрпімен танысатын боламыз. Мынау Ғ әрпінің баспа түрі. Ал мынау Ғ әрпінің жазба түрі. Бұны біз өз қолымызбен жазамыз. Бала, енді Ғ дыбысы естілетін сөздерді тыңдап көрейік. Ғ әрпі. Ғалым. Ғалым. Ғарыш. Ғарыш. Ғарыш кеме. Ғарыш кеме. Ғарышкер. Ғарышкер. Ғимарат. Ғимарат. Тоғай. Тоғай. Торғай. Торғай. Балалар, сөздерді тыңдап болсақ, енді Ғ дыбысының сөз ішіндегі оны анықтап көрейік. Мына жерде бізге ғарышкердің суреті берілген. Ғарышкер дегенде Ғ дыбысы сөздің басында. Одан кейін қарлығаш. Қарлығаш сөзінде Ғ дыбысы сөздің ортасында. Ал үшінші тұрған бізде сағат. Сағат сөзінде Ғ дыбысы сөздің ортасында кездеседі екен. Сонымен бала, Ғ дыбысы дауыссыз дыбыс, сөздің басында және ортасында кездеседі. Ғ дыбысы сөздің соңында кездеспейді екен. Енді бұл кітапты ашып тапсырмаларға қараймыз. Бізде бірінші тапсырма. Ғаламат ерлік көп қандай, ғажайып неткен еледі. Ғарыштан келген тоқтардай ғарышкер болғым келеді. Өлең кім туралы айтылған? Тоқтар Әубәкіров туралы айтылған. Тоқтар Әубәкіров дегеніміз біздің Қазақстанның ең тұңғыш ғарышкері. Және одан бөлек бізде Талғат Мұсабаев және Айдын Айымбетов деген ғарышкерлер бар екен. Енді бұлар туралы біз алдағы уақытта көптеген мәлімет білетін боламыз. Одан кейін суретте не болып жатыр деп ойлайсың дейді. Қараймыз, суретте не беріліп тұр? Жер ғаламшары беріліп тұр. Одан зымыран қайда ұшып бара жатыр? Ғарышқа ұшып бара жатыр. Біздің қасында ғарыш айлағы, ол бізде Байқоңыр қаласы екен. Одан кейін екінші тапсырмада сөздерге дыбыстық талдау жаса. Ғ дыбысының орнын тап дейді. Бірінші бізде телескоп берілген. Телескоппен ғалымдар ғарыш әлемін зерттейді. Онан кейін бізде ғарыш және ғарышкер сөздер берілген. Осы сөздердегі Ғ әрпінің орнын табамыз. Енді келесі тапсырмада бізде ұшатын, ұшпайтын қасиеттеріне қарай заттарды бір-бірімен сызып қосиды. Таңдалған сөзге дыбыстық талдау жаса дейді. Мына жерде бізде таға, шаңғы, шағала, торғай, қарға, қырғауыл, ағаш сөздері берген. Осы жерде ұшпайтын суреттерді бір сызықпен бойын сызып шығамыз. Одан кейін ұшатын құстарды бір сызықпен бәрін қосып шығамыз. Және сөздерді буынға бөлеміз. Одан кейін Ғ әрпімен таныс бол дейді. Үйреніп ал Ғ-ны, сұра болсаң аған. Көрікпейін шалғыны, аумайды ол судан дейді. Шалғы дегеніміз бізде шөп оратын құрал екен. Сол шалғы құралы бізде Ғ әрпіне ұқсайды екен. Енді балапан дәптердегі Ғ әрпін бастырып жазып шығамыз. Онан кейін дәптермен жұмыс жасаймыз. Дәптерге Ғ әрпінің бас әрпін, кіші әрпін және Ғ әрпіне қатысты сөздерді жазып шығамыз. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.